Жамбыл облысының шенеуніктері туған туыстарына заңсыз жер үлестірген. Былтыр желтоқсан айында Полат Қосшы ауылдық округінің әкімі енесіне бағбандықпен айналысу үшін 1 жылға жер телімін берген. Алайда бірнеше айдан кейін учаскені коммерциялық мақсаттағы санатқа ауыстырған. Осыған ұқсас жағдай Қаратөбе ауылында да анықталды. Әкім өзінің әпкесімен қайнатасына бірнеше учаскені рәсімдеген. Осылайша лауазымды тұлғалар туыстық байланыстарын жасырмақ болыпты. Нәтижесінде әкімшілік іс қозғалып сотта қаралды. Оларға жалпы сомасы 550 мың теңге айыппұл салынды. 680 баппен іс қаралып, хаттама бойынша лауазымды тұлғалардың кінәлері дәлелденіп, олар өз кінәлерін сот отырысында мойындап, 275 мың теңгеден айыппұл салынды. Қазіргі таңда аталған қаулылар заңды күшіне енді.